Бәріне сәлем. Бүгінгі видеода мен сіздерге товарный бизнесті интернет арқылы қалай дамытуға болатынын сіздерге түсіндіремін. Менің бір клиентім бар, ол товарный бизнеспен айналысады. Оның өнімі керамогранит. Осы керамогранитті Астана қаласы бойынша оптом және розница сатады. Өзі керамогранитті Қытайдан алып келеді. Фурамен там Индиядан алып келеді да. Сосын Астана қаласында өзінің 2 точкасын ашып, сол жақта движениесін жүргізіп жатыр. Сосын менімен жолығып қалды. Енді осы керамогранит бизнесін, енді бұл товарный бизнес қой. Осы товарный бизнесті интернет арқылы дамытқысы келді. Сосын біз не істедік? Біз интернет-магазин жасадық. Мен сіздерге қазір көрсетейін. Мынандай marmarkeramics.kz деген интернет-магазин жасадық. Қазір мен сіздерге осы интернет-магазинді обзор жасайтын боламын. Мінекей интернет-магазин marmarkeramics.kz деген осындай сайт, интернет-магазин. Өте әдемі жасалынған, біздер жасадық осыны. Ішіне каталог жасадық мынандай. Неге керамогранит және бамбук панель деген осындай 2 товар сатады. Өзінің компаниясы туралы информация жазып қойдық. Енді қараңыздар, смотреть каталог. Керамогранит. Вот мінекей интернет-магазин. Ішінде каждый товарлар тұрады. Осылай добавить корзину деген кнопкамен кез келген клиент добавить корзину деген кнопканы басып, осы керамогранитті заказ ете береді. Бірнеше осындай керамограниттерді салып қойдық, бағаларымен барлығын жасап. Осындай интернет-магазин жасадық да. Нөмірі бар, WhatsApp бар, Астана қаласы, мінекей marmarkeramics деп. Енді бұл осы интернет-магазинді жасағаннан кейін, бұл интернет-магазин құрдан-құр тұрса, оның ешқандай пайдасы жоқ. Сол себептен біз не істедік? Келесі этап Google жарнамасын, яғни контекстті Google жарнамасын қостық. Сіздерге мысалмен түсіндірейін. Менің клиентім бұл керамогранит өнімін, осы товарды Астана қаласы бойынша сатады. Сосын біз Google жарнаманы жасадық, сайт дайын. Астана қаласында мысалы 2 миллионға жуық адам бар. Кез келген адам интернетке кіріп, Google-ға кіріп, керамогранит Астана купейді, керамогранит купейді, керамогранит Астана деп жазған кезде, біз бағана жасаған сайтымызды дәл осылай Google-да жарнама қылып, бірінші орынға шығарып қойдық. Как раз іздеп отқан адам мына біздің сайтты көреді де, осы біздің сайтқа кіреді. Сайтқа кіргеннен кейін уже дәл қарай өзіне қандай товар керек, сол товарды таңдайды да, добавить корзинуды басып, товарға тапсырыс береді. Немесе WhatsApp-қа жазады, немесе звондайды деген сияқты. Дәл осындай Google контекст жарнамасын қосу арқылы керамогранит товарный бизнесін интернетте дамытып жатырмыз. Қорытындылап айтқанда, нақты жоспарымыз қандай болу керек? Егер сіз бизнесменсіз, сіздің товарный бизнесіңіз бар. Товарный бизнесіңізді қазір как магазинде обычно сатып жатырсыз. Егер сіз сол бизнесті, өзіңіздің товарный бизнесіңізді интернет арқылы дамытқыңыз келсе, сізге ең бірінші очередь товарный бизнесіңізге арнап интернет-магазин сайтын жасау керек. Мынандай керамогранит сайты сияқты. Сол сайтты жасап болғаннан кейін Google контексттік жарнамасын жасауыңыз керексіз. Ол мінекей Google контексттік жарнамасы. Бұл жерде горячий клиенттер. Мысалы, таргет қосқан кезде, таргет кім көрінгенге көрініп кетуі мүмкін, сосын таргеттен сізге адам жазады, үйті ол адам алмауы да мүмкін да сіздің товарыңызды ше, там, жарайды, там, просто интернетпен жазып едім деген сияқты. Ал бұл жерде олай емес. Бұл жерде адам өзі интернетке жазады, керамогранит Астана купейді, ол горячий клиент та, былайша айтқанда ше, сосын біздің сайтты көреді де, сайтқа кіреді, дәл қарай уже WhatsApp-қа жазады деген сияқты. Сол себептен сізге егер горячий клиент керек болса, Google контексттік жарнамасын жасауыңыз керексіз. Сосын міндетті түрде әрине күнделікті жарнама нәтижесін күнде анализ жасап отыру керек, чтобы ақшаны сливать етпес үшін. Енді қорытындылап айтқанда тағы да, егер сіз өзіңіздің бизнесіңізді интернет арқылы дамытуды жоспарлап жүрген болсаңыз, әрине өзіңіздің товарный бизнесіңізді немесе услуга бизнесіңізді, біз сіздің бизнесіңізді интернетте Google жарнамасы арқылы жарнамалауға дайынбыз. Даже егер таргет жасау керек болса, таргетті де жасап бере аламыз. Біздің компаниямен жұмыс жасағыңыз келсе, маған WhatsApp-қа жекеге жазсаңыз болады. 8775 069 8007. YouTube-тан келдім десеңіз, нормальный скидка жасап беремін ғой. Келесі видеода көріскенше, келесі видеода тағы да мықты тақырыптарды салатын боламын.